Қайырлы күн баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен сметанный, творожный пирог жасайтын боламыз. Өте жаңағыдай тез дайындалады. Жасап көріңіздер. Ең алдымен табамызға ұнымызды салып аламыз керек мөлшерде. Одан соң үстіне салып алдым. Қопсытқышымды қосамын. Мен осындай разрыхитель қолданамын. Одан соң үстіне шекерімді, одан соң майымды салып, жақсылап езіп, яғни екеуі біріккенше крошки қамыр жасайтын боламын. Одан соң үстіне бір жұмыртқамызды салып, жақсылап тұрып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Енді кезекте начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасына осына бөлтен сметанасын, қасық шекерімді салып алдым. Одан соң мен президентский творожны қолдандым, бірақ сіздерге үйдің творығын қолдануға кеңес беремін. Одан соң үстіне бір жұмыртқамызды салып, миксермен жақсылап миксерлейміз. Мен пирогымды осында кольцода, астына фольга орап, осының ішінде пісіретін боламын. Қамырымды екіге бөліп алып, осылай жайып шықтым. Жандарын да тегістеп, жақсылап осылай видеода көрсетілгендей жабысып атса, үстіне ұн сеуіп жіберсеңіздер болады. Осылай жандарын барлығын түзулеп, осылай доп-домалақ етіп, тегістеп шықтым барлық жерін. Ендігі кезекте жаңа үстіне начинкамызды салып, духовкада 160 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Қараңыздар, мен үстіне кішкене малина септім. Өте керемет иіс және дәм береді. Пирогымыз өте керемет болып шықты. Дастарханға да ұялмай қоя бересіздер. Егер видео ұнаса лайк қойып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.